Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен сабақ жүргізетін биология пәнінің мұғалімі Ерназарова Сауле Ансырадинова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тірі ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлері. Бүгінгі сабақта сіздердің білетініңіз тірі ағзалардың қарым-қатынас түрлері, тірі ағзалардың қоршаған орта жағдайларына бейімделу түрлері. Ал сіздің меңгеретініңіз тірі ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлерін сипаттау, тірі ағзалардың қоршаған ортаның өзгермелі жағдайларына бейімделу механизмдерін түсіндіру. Оқушылар, жалпы жер бетінде организмдер, тірі ағзалар, яғни бір-бірімен белгілі бір ортада тіршілік етеді және сол жерге бейімделеді. Және сол жерде олар бір-біріне әртүрлі қарым-қатынас жасайды. Осыған байланысты біз тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасын үш топқа бөліп қарастырамыз. Бірінші жағымды қарым-қатынас, екінші жағымсыз қарым-қатынас, үшінші бейтарап қарым-қатынас. Жағымды қарым-қатынасқа бұған симбиоз және оның түрлері жатады. Яғни оларға симбиоз, нақты селбестік, мутуализм, комменсализм және пәтерлестік жатады. Ал жағымсыз қарым-қатынасқа бұған жыртқыштық, бәсекелестік және паразиттік жатады. Ал бейтарап қарым-қатынас дегеніміз бұл бір аймақта тіршілік ететін түрлер бір-біріне әсер етпей өз бетінше тіршілік ететін ағзаларды айтамыз. Енді осы қарым-қатынастың ішінде бірінші жағымды қарым-қатынасқа тоқталайық. Жағымды қарым-қатынастың бірінші симбиоз. Симбиоз дегеніміз грек тілінен аударғанда сим бұл бірге, биоз тіршілік деген мағынаны білдіреді. Яғни тіршілік ету кезінде екі ағзада немесе олардың біреуі ғана екіншісінен пайда көреді. Екі ағза ішінде бұл пайдалы қарым-қатынастың түрі болып саналады. Яғни симбиоздың мысалына тоқталатын болсақ, көптеген құстар тұяқты жануарлардың терісіндегі паразиттік тіршілік ететін кенелермен қоректенеді. Сонымен қатар жануарлардың қысқы жүндермен, яғни сиыр, бұғы, бұлан сияқты жануарлардың қысқы жүндерін жұлу арқылы құстар өздеріне ұя жасайды. Яғни екі ағзада бір-біріне пайдалы қарым-қатынас жасайды. Келесі қарастыратынымыз бұл суда тіршілік ететін таңқы шаян мен жұмсақ денелі маржан полиптері. Яғни олар актиниялармен селбесіп тіршілік етеді. Актиниялар шаянды атпа жасушалары арқылы басқалардан қорғайды да, ал өзі шаянның қоректенген қалдықтарымен талғажау ретінде қоректенеді өздері. Яғни екеуі бір-біріне осындай қарым-қатынас жасайды. Келесі осы симбиоздың тағы бір нақты селбестіктің мысалы, бұған жатқызуға болады өсімдіктердің арасында азот түзуші бактериялар мен бұршақ тұқымдастарының селбесіп тіршілік етуі. Яғни азот түзуші бактериялар бұршақ тұқымдастары, яғни ас бұршақ, үрме бұршақ, соя, акация сияқты өсімдіктердің тамырларында селбесіп тіршілік етеді. Симбиоздың тағы бір мысалы ретінде мутуализмді алуымызға болады. Мутуализм дегеніміз латын тілінен аударғанда мутус, өзара деген мағынаны білдіреді. Әр түрге жататын ағзалардың бір-бірінен бөлек тіршілік ете алмай, өзара қолай жағдай туғыза отырып, селбесіп тіршілік етуін айтамыз. Бұған мысал ретінде өздеріңе жақсы таныс қынаны алуымызға болады. Қына себебі екі ағзаның селбесуінен пайда болған үшінші ағза. Яғни ол екі ағзасыз қына тіршілігін жалғастыра алмайды. Бұл дегеніміз саңырауқұлақ пен балдырлардың селбесуінен тіршілік етуінен. Яғни саңырауқұлақ өзінің жіпшелерін балдыр жасушаларының жіпшелерінен орап алады да, соның нәтижесінде балдыр бұл фотосинтез процесі нәтижесіндегі органикалық заттарды, түзген заттарды саңырауқұлақ өзіне сіңіреді, ал керісінше саңырауқұлақ топырақтан сіңірген су мен минералды тұздарды балдыр бойына сіңіреді. Соның нәтижесінде қына тіршілігін ары қарай жалғастырады. Келесі қарастыратынымыз бұл комменсализм. Латын тілінен аударғанда ком деген бірге, менса деген стол, трапеза деген мағынаны білдіреді. Яғни серіктестік деген мағынаны білдіреді. Бірге тіршілік ететін түрдің біреуі пайда табады да, ал екіншісі оған мән бермей тіршілігін жалғастыра береді. Бұған мысал ретінде ашық мұхитта тіршілік ететін жыртқыш үлкен балықтар, мысалы дельфин, акула немесе теңіз тасбақалары сияқты жануарлардың қасында ұсақ балықтар тіршілік етеді.
жүзгіш балықтар. Акулалар қатты жүзген кезінде оларда тербеліс пайда болады, сол тербеліс арқылы жаңағы жүзгіш балықтар солар арқылы солардың қасында денесіне жабысып тіршілігін жалғастырады. Яғни олар алысқа жүзген кезінде акулалар сияқты жылдам жүзіп, баратын жеріне жылдам жетіп алады және сондағы акулалардың қалдық тағамдарымен қоректеніп отырады. Оған қауіпсіз болып есептеледі бұл тіршілік ету. Себебі акулаларға басқа жыртқыш жануарлар шабуыл жасай алмайды. Соның нәтижесінде тіршілігін жалғастыра береді. Комменсализмде тағы да бір мысал, бұл деген қорқау қасқырлардың арыстанның қорек, яғни арыстанның тапқан қорегін қалған қалдықтарын жеу арқылы тіршілігін жалғастырады. Бұл, яғни кейде бұны табақтас деп те атайды. Себебі арыстанның қалған қорегін қосымша қорек ретінде пайдаланады. Келесі симбиоздың түрі бұл пәтерлестік. Пәтерлестік дегеніміз квартиранство. Бұл дегеніміз ағзалардың кейбіреуіне өзге жануар түрінің денесі немесе солардың мекен орны баспана болады. Оған қарапайым ғана мысалдар келетін болсақ, мысалы теңіздегі медузаның қолшатырының астына ұсақ шабақтар, яғни балықтардың орналасуы. Сол арқылы оның атпа жасушаларынан қорғанып, өзін жайлы сезінеді. Келесі тағы бір мысал, бұл өте сайқымазақ мылқау деген балық. Оның тіршілік әрекеті өте қызық. Ол актинияның қармалауыштарының арасында тіршілік етеді. Ол бірінші актиния оны атпа жасушаларын шақпау үшін жайлап бірден өзін шақтырып алады да, сосын актиния бөлетін сияқты сөл бөледі. Сол сөл арқылы, актиния бөлген сөл арқылы, оны актиния екінші рет оған жақындаған кезінде сол сөлдің иісі арқылы өзіне жақын сезеді. Сосын ол басқа ағзалардың барлығынан жаңағы сайқымазақ мылқау балығын қорғайды. Яғни бұл да пәтерлестіктің мысалы болып қарастырылады. Екінші қарым-қатынастың түрі тірі ағзалардың бір-біріне жағымсыз әсері. Тірі ағзалардың бір-біріне жағымсыз әсерінің ішіндегі ең кең тарағаны бұл жыртқыштық. Жыртқыштық дегеніміз бұл тірі ағзалардың бір-бірін қорек етуі. Бұған мысал ретінде бір түрге жататын организмдердің арасындағын қарастыруымызға болады және әр түрге жататын организмдердің арасындағы жыртқыштықты айтуымызға болады. Мысалы, арыстан жыртқыш болып жануарларды қорек ретінде пайдаланады. Келесі қасқырлар қоянды, мысықтар тышқанды қорек ретінде пайдаланады. Ал құстар бунақ денелерді қорек ретінде пайдаланады. Яғни бұл жыртқыштық қарым-қатынас жағымсыз қарым-қатынас болып саналады. Жағымсыз қарым-қатынастың келесі түрі бұл каннибализм. Яғни каннибализм дегеніміз бір түрдің арасында бір-бірін қорек ету жатады. Оған мысал ретінде қарастыратын болсақ, шортан балықтар өзінің балықтарын, шабақтарын жейді, яғни жеп қорек ретінде пайдаланады. Сонымен қатар көптеген өрмекшілер мен бунақ денелердің ішінде кездесетін аналықтары өздерінің аталықтарын жеп қояды. Яғни бір түрдің арасындағы жыртқыштықты каннибализм деп қарастырамыз. Келесі жағымсыз қарым-қатынастың мысалы ретінде қарастыратынымыз бұл эктопаразиттер. Эктопаразиттер дегеніміз аты айтып тұрғандай сыртқы паразиттер, яғни организмдердің сыртында олардың қанымен қоректену арқылы тіршілік ететін бунақ денелерді айтуымызға болады. Оған мысалы масалар, кенелер, сонымен қатар биттерді айтуымызға болады. Яғни адамның жануарлардың терісінде паразиттік жолмен тіршілік етіп, қандарын сорады. Келесі жағымсыз қарым-қатынастың тағы бір түрі мысал ретінде бәсекелестік. Бәсекелестік дегеніміз бұл түрлер арасындағы жағымсыз қарым-қатынастың бір түрі болып табылады. Яғни ең жоғарғы бәсекелестің түрі бұл бір түрге жататын даралардың арасында жүретін қарым-қатынас. Сондықтан бұны кейде түрішілік деп те атайды. Енді мысал ретінде қарастыратын болсақ, оған бір түрге жататын сиырлардың күресуі, сонымен қатар қояндардың, мысалы жабайы қояндарды ығыстыруы, тіршілік ететін егеу құйрықтардың, қара егеу құйрықтарды ығыстыруы, осылардың барлығы бұл бәсекелестің мысалы болып есептеледі. Келесі ең соңғы қарым-қатынастың түрі бұл нейтрализм, яғни бейтараптық қарым-қатынас. Бейтараптық қарым-қатынас дегеніміз бұл бір аймақта тіршілік ететін түрлер бір-біріне әсер етпей,
өз алдына тіршілігін жалғастыра береді. Оған мысал ретінде орманда тіршілік ететін ағзаларының биогеоценозын қарастыруымызға болады. Яғни тиындар, ондағы бұғылар, яғни орманда тіршілік етеді, бір-біріне кері әсер етпей тіршіліктерін жалғастыра береді. Сіздердің қарастырғандарыңыздың барлығы бұл тірі ағзалардың қарым-қатынас түрлері. Яғни қарым-қатынас жасаудың арқасында олар белгілі бір ортаға бейімделеді. Бейімдеушілік дегеніміз тірі ағзалардың нақтылы орта жағдайларына ұрпағын жалғастырып, тіршілік етуін қамтамасыз ететін арнайы қасиеттердің пайда болуын айтады. Бейімдеушілік бұл эволюция нәтижелерінің бірі тірі ағзалардың қоршаған орта жағдайына бейімделуі. Бейімдеушілік әр түрлі жағдайда жүруі мүмкін. Олар температураға бейімделеді, ылғалдылыққа бейімделеді. Келесі бұл температура. Температураға тіршілік әрекетін сақтау үшін маңызды рөл атқарады. Осы температураға байланысты тірі ағзалар екі топқа бөлінеді. Олар салқын қанды жануарлар поикилотермді деп аталады, ал жылы қанды жануарлар гомотермді деп аталады. Яғни салқын қанды жануарлар бұл температураға дене температурасы тәуелді болады. Егер олар сыртқы температура күрт түсіп кететін болса, олардың да дене температурасы күрт түсіп кетеді. Температура жоғарласа, олардың температурасы да жоғарлайды. Бұған қосмекенділер, балықтар, жорғалаушылар жатады. Ал керісінше гомотермді дегеніміз бұл жылы қанды жануарлар, бұған сүтқоректілер мен құстар жатады. Олар денесін сыртқы ортаның температурасына тәуелсіз, тұрақты, мысалы жануарлардың көпшілігі 36-да 6 температурасын ұстап тұратын болса, құстар 41-43 градус арасында өзінің дене температурасын тұрақты ұстап тұрады. Бұл да бейімделу қасиеттерінің бірі болып есептеледі. Мысал келтіретін болсақ, температураға байланысты суыққа төзімді морж, ағаю сияқты жануарлар сол жақтағы салқын температураға бейімделген. Ал жылы жақтағы температураға, бұл өздеріңіз білесіздер, аюлар, қасқырлар, түлкілер, олардың барлығы денесі тұрақты болған соң жылы температураға бейімделген жануарлардың түрі болып келеді. Келесі ылғалдылық. Ылғалдылық бұл су тірі ағзалардың жасушаларына өте қажет құрам бөлік болып табылады. Судың жеткіліксіздігі өсімдіктер мен жануарлар үшін шектеуші фактор болып табылады. Яғни осы ылғалдылыққа, суға байланысты әртүрлі ағзалар әр жерде тіршілік етуге бейімделген. Мысалы, суда тіршілік ететін өсімдіктер, тұңғиық, лотос сияқты өсімдіктер, бұлар үнемі суда тіршілік ету. Ондағы балықтар, дельфиндер, киіктердің барлығы суда тіршілік етуге бейімделген. Ал судан кейін шамалы ылғалды қажет ететіндер, олар батпақты жерде тіршілік етуге бейімделген. Оған мысал ретінде қарастыратын болсақ, андатралар, бірқазандар, көптеген көкқұтан құстарын, құндыздарды алуымызға болады, және өсімдіктерден қоға, қамыс, күріш сияқты өсімдіктерді алуымызға болады. Келесі қарапайым шамалы ылғалды қажет ететін жануарлар. Бұған ормандағы түлкі, аю, қоян барлығын жатқызуымызға болады, және өсімдіктерден жөке, қарағай, қарағаш сияқты өсімдіктерді жатқызуымызға болады. Соңғы бұл құрғақшылыққа төзімді өсімдіктер мен жануарлар. Яғни құрғақшылыққа төзімді саршаян, түйе, бұлардың тасбақалар құрғақшылыққа төзімді жануарлар болып келеді. Ал сексеуіл, кактус сияқты өсімдіктердің көпшілігі бұл да құрғақшылыққа төзімді, сол құрғақшылықтың ылғалына бейімделген өсімдіктердің түрі болып келеді. Жалпы жер бетіндегі организмдердің барлығы осындай қарым-қатынаста және бейімделу арқылы сол белгілі бір ортада тіршілігін жалғастырады. Оқушылар, олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сіздерге түсінікті болса, сабағымызға қатысты тапсырмаларды орындап қарайық. Ти тапсырмасы деп аталады. Бұл дегеніміз жағымды, жағымсыз қарым-қатынас түрлерін, сіздерге бірнеше қарым-қатынас түрлері берілген, соны кестеге бөліп жаза қойыңыздар. Орындап болсақ, дұрыс жауабына назар аударайық. Яғни жағымды. Бұған симбиоз, комменсализм, пәтерлестік, мутуализм жатады. Ал жағымсызға жыртқыштық, бәсекелестік және паразиттік қарым-қатынас түрлері жатады. Келесі орындайтын тапсырмамыз бұл сәйкестендіру тесті. Яғни сіздерге кестенің 3 бағаны берілген. Бірінші бағанында
қарым-қатынас түрлері, екінші бағанда сол қарым-қатынастың мысалдары, үшінші қарым-қатынасқа сәйкес суреттер берілген. Осы үш бағанды сәйкестендіру арқылы тапсырманы орындай қойыңыздар. Бірінші Б, Н жауаптары сәйкес келеді, екіншіге В, G жауаптары, үшінші Д, H жауаптары, төртінші А, F жауаптары, бесінші Г, Л жауаптары сәйкес келеді. Сіздің де жауаптарыңыз осындай екеніне сенемін. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.